IQ деңгейіңді тексеріп көрейік. Мына бір олимпиадалық есепті шығара аласың ба? Суретте квадраттар берілген, шеңбердің ауданын табу керек. Стопқа басып ойланып көр, ал мен бастаймын. Бұл жерде мына квадраттың ауданы 25, значит мына жағы 5 болады қабырғасы, ал мынанікі 16 болса, мына қабырғанікі 4 болады, ал мына 10 болса, жалпысы 10 болады. Енді біз мына жақты табуымыз керек. Осын x дейік. Енді естеріңізде болсын, екі хорданың қиылысқанында пайда болған бөліктерді бір-біріне көбейтсең тең болады. Яғни мына бөліктегі 5 пен мына бөліктегі x-ті бір-біріне көбейтсек, ол тең болады мына бөліктегі 4 пен мына бөліктегі 10-ды көбейткенге, яғни 40-қа. Сонымен x тең 8. Сонда бір хордамыз полный 14 болады, ал екінші хордамыз 13 болады. Енді бізде центр осы жерде жатады. Центр дегеніміз хорданың қақ ортасына барады. Яғни мына хордамыз 14 дедік. 14-ті былай қарай жүргізетін болсақ, мына бөлік бізде 7, мына бөлік 7. Олай болса, мына кішкентай ғана бөлікті табуымыз керек. Ол бізде 3-ке тең. Себебі мына жақ бізде 10 еді ғой. Одан біз мына бөлік 7-ні алып тастасақ, 3 қалады. Олай болса, бізде мына бөлік бізде 3-ке тең. Енді мына бөлікті табайық. Полный хордамыз 13-ке тең, мынау сонда оның жартысы 6,5-ке тең. Енді радиусты біз Пифагормен таба аламыз. R тең болады, түбір астында 3-тің квадраты қосылған 6 жарымның квадраты. Түбір астында 205 бөлінген 2. Сонда S тең PR квадрат, астында 205 бөлінген 2-нің квадраты. Ол бізде 205 пи бөлінген 4 болады. Математика досыңа жіберіп көр, шығарылам екен.